everyone, how is it going? Today I'm going to teach you the present simple tense. Сәлем баршаңызға достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге present simple tense, яғни жай осы шақты ережесін, жалпы ол қандай шақ екенін толықтай түсіндіретін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Present simple tense аты айтып тұрғандай қарапайым, яғни simple, жай осы шақ. Бұл бізде present continuous мен шатастырмауымыз қажет. Яғни present continuous tense ол бізде нақ осы шақты білдіреді. Яғни дәл қазір біз не істеп жатқанымызды, іс-әрекетімізді айтатын кезде present continuous қолданамыз. Ал жалпы, мысалы, күнделікті қайталанатын іс-әрекеттерді айтқан кезде біз present simple tense шағын қолданамыз. Мысалға, I usually go to school at 7 o'clock. Мен мысалға әдетте мектепке сағат 7-де барамын. Бұл бізде оқушылар usually көмекші сөзі бұл жерде қолданып тұр, яғни әдетте деген. Және де олардың көмекші сөздері бар. Қазір мен сіздерге түсіндіретін боламын. Ендеше бірінші сөйлемнің формуласы қалай жасалынатынын үйренейік. Енді мен сіздерге формуласын көрсетейін. Мысалға, I work. Мен жұмыс жасаймын. You work. Сен жұмыс жасайсың. They work. Олар жұмыс жасайды. We work. Біз жұмыс жасаймыз. Енді бұл жерде оқушылар жай ғана көріп тұрғандайыңыздай, бізде I, you, we, they-ден кейін жай ғана етістік келіп тұр, және де оның қасында ешқандай көмекші жалғау, жұрнақ дегендер жоқ. Жай ғана жұмыс жасайтынын айтып тұр бұл жерде. Енді ол, яғни ер адам, қыз және де жансыз заттарға айтқан кезде бізде міндетті түрде етістікке s жалғанады. Мысалға, he works. She works. It works. Яғни ол жұмыс жасайды, ер бала. She, қыз бала. It, жансыз нәрселерге. Дәл осылай бұл жерде оқушылар формуласы. Бұл бізде болымды түрі. Болымсыз түрінде бұл жерде бізге do not көмекші етістігі келеді. Яғни do көмекші етістігі не біз not жалғаймыз. Бұл жерде болымсыз болады. Яғни I don't work. You don't work. We don't work. They don't work. Қысқартып don't деп айтып кетсек болады. Яғни do not деп айтпай. Келесі дегені бұл жерде тағы да кішкене ерекшелік. He, she, itте do емес does болады. He does not work. She does not work. It does not work. It doesn't work. He doesn't work. She doesn't work деп қысқартып айтсақ та болады. Келесі енді бізде сұраулы сөйлем. Сұраулы сөйлемде міндетті түрде do көмекші етістігі алдына шығып кетеді. Яғни ең бірінші сөйлемді басып тұратын бізде do және does. Do I work? Мен жұмыс жасаймын ба? Do you work? Сен жұмыс жасайсың ба? Do we work? Біз жұмыс жасаймыз ба? Do they work? Олар жұмыс жасай ма? Келесі енді бізде he, she, itте does болады. Does көмекші етістігі. Does he work? Ол жұмыс жасай ма? Does she work? Ол жұмыс жасай ма қыз балаға? Does it work? Дәл осылай бұл жерде оқушылар өте жеңіл, өзі айтып тұрғандай simple, қарапайым осы шақ. Дәл осылай формулалар арқылы жасалынады. Енді келесі бізде көмекші сөздер usually, always, never, sometimes, often деген секілді. Ендеше осы көмекші сөздерді қолданып сөйлем құрастырып қарайық. Мысалы, I always wake up at 7 o'clock on Monday. Мен әрдайым дүйсенбі күні сағат 7-де оянамын, сағат 7-де тұрамын деген. Енді мысалы, sometimes сөзіне. I sometimes play football on Sunday. Мен кейде, яғни Sunday, жексенбі күні футбол ойнаймын деген. Дәл осылай қарапайым өздеріңіздің сөйлемдеріңізді мысал келтіріп, астына комментарияға жазып кетіңіздер. Және де сұраулы сөйлемді, және де болымсыз түрлерін бірге жазып кетсеңіздер болады. Лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп кетіңіздер. Goodbye. See you next time.